Өндірістік кластер деген ұғыммен таныссыз ба? Мүмкін естігенде шығарсыз. Бірақ оның түбіне үңіліп көрдіңіз бе? Ол не және не үшін қажет? Мұндай кластерлік жүйе экономиканы қалайша өркендетпек? Республика аумағында қандай кластерлер қалыптасып жатыр? Бүгін Қазақстан экономикасының жүрегіне айналған өндірістік кластер жайлы тарқатып айтамыз. Өндірістік кластер бұл бір салада жұмыс істейтін кәсіпорындар мен ұйымдардың тобы. Олар бір-біріне жақын орналасып, бір мақсатқа қызмет етеді. Сапалы өнім шығару және экономиканы дамыту. Мысалы, бір аймақта киім тігетін фабрика бар делік. Сол жағында мата шығаратын зауыт, тігін машиналарын жөндейтін орталық және дайын өнімді сататын дүкендер болса, міне, бұл шағын тоқыма кластері. Олар бір-бірімен тығыз байланыста, бір-бірін толықтырып жұмыс істейді. Мұндай жүйе не үшін керек? Біріншіден, кластер уақыт пен шығынды үнемдейді. Кәсіпорындар бір жерде болғандықтан тасымалдау арзандайды, байланыс жылдамдайды. Екіншіден, кластер жаңа жұмыс орындарын ашады. Әр кәсіпорынға мамандар керек. Инженерлер, жұмысшылар, дизайнерлер бұл жергілікті халық үшін үлкен мүмкіндік. Үшіншіден, кластер инновация мен жаңа идеялардың орталығы. Мысалы, ғылыми зерттеу институттары зауыттармен бірігіп, жаңа технология ойлап табады. Нәтижесінде өнім сапасы жақсарып, бәсекеге қабілеттілік артады. Кластерлер инвесторлар үшін тартымды. Өйткені бәрі бір жерде шоғырланған. Инфрақұрылым дайын. Бұл сырттан келетін инвестицияны көбейтеді. Қазір ел экономикасында реформалар жүргізіліп жатыр. Инфрақұрылымға және жаңа өндіріс орындарын ашуға қомақты инвестиция салынып жатыр. Мұның бәрі халықтың әл-ауқатын және еліміздің әлеуетін арттыру үшін жасалып жатқаны айдан анық. На основе масштабной цифровизации и активного внедрения технологий искусственного интеллекта мы должны осуществить модернизацию экономики. Осындай жүйе әлемнің көптеген елдерінде бар. Мысалы, Жапониядағы автомобиль кластері, Германиядағы машина жасау орталықтары, Оңтүстік Кореядағы электроника кластерлері осы елдердің экономикасын алға сүйреп отыр. Қазақстанда да мұндай бағыттар дамып келеді. Мысалы, Астана мен Алматыда IT технология кластері, Қарағандыда металлургия, Шымкентте тоқыма, Атырауда мұнай химия кластері қалыптасып жатыр. Барлығының мақсаты бір: жергілікті өндірісті дамыту, жаңа жұмыс орындарын ашу және ел экономикасын нығайту. Қарапайым тілмен айтқанда, өндірістік кластер бұл экономиканың жүрегі, ал оның тамырында еңбекқор адамдар, жаңа идеялар мен ортақ мақсат жатыр. Сондықтан болашақта Қазақстанда осындай кластерлер көбейсе, елдің дамуы да соғұрлым қарқынды болмақ.